Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясы, тарих пәні мұғалімі Сәлменова Манат Рысқұлбекқызы. Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Тәуке хан тұсындағы қазақтардың қоғамдық құқықтық жүйесі. Сабақтың мақсаты қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау. Қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Зерттеу сұрағы: неліктен Левшин Тәуке ханды далалы көрігі деп атады? Ал енді балалар, бейне таспаға назар аударайық. Қазақ хандары топтамасы. Тәуке хан Салқам Жәңгір ханның баласы, 1680-1715 жылдары билік құрған. Ол төңірегіне ұлы жүз Төле, орта жүз Қазыбек, кіші жүз Әйтеке, қырғыз Көкім, Қарақалпақ Сасық, Қатаған Жайма секілді елге беделді ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарды. Тұрақты мемлекеттік органдар, хан кеңесі, билер кеңесі жұмыс істеп, жыл сайын 300 шонжар қатысатын құрылтай өткізуді қалыптастырды. Қазақтардың бұған дейін қолданып келген әдеттегі құқық нормалары бір жүйеге келтіріліп, толықтырылған нұсқасы 7 жарғы қолданысқа енді. Ол кез халық есінде қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болып қалды. Тәуке хан билік басында әбден қартайғанша отырып, 1718 жылы қайтыс болды. Тәуке хан 1680-1715 жылдар аралығында билік құрған. Шын есімі Тәуекел Мұхаммед Жәңгірұлы. Ол парасатты саясаткер, ұтқыр дипломат, әділ хан болғандықтан ел арасында әз Тәуке деген атқа ие болған. Тәуке билік құрған кезеңді қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман, алтын ғасыр деп бағалау кездейсоқ емес. Бұл дала өңіріндегі тұрақтылық, тыныштық пен халықтың жақсы өмірінің жетістігі ретінде түсіндіріледі. Тәуке хан билер кеңесі рөлін көтерді. Билер көмегімен өз билігін нығайтып, елдің ішкі сыртқы жағдайын ретке келтірді. Тәуке хан батырлардың да рөлін нығайтып, кеңеске әскер басылар мен батырларды да шақыра бастады. Тәуке хан билер мен батырларға арқа сүйей отырып, билікті күшейтті. Тәуке хан мемлекеттің ішкі жағдайын нығайтып, күш-қуатын арттыру мақсатында 7 жарғы заң жинағын жасады. Бұл жаңа жарғы қазақ қоғамының дамуына байланысты өзгерістерді енгізген ережелер жинағы болды. Бұл заңды жасауда қазақтың 3 төбе биі қатысты. Ұлы жүзден Төле би, орта жүзден Қазыбек би, кіші жүзден Әйтеке би. 7 жарғы. Жарғы деген сөз әділдік деген мағынаны білдіреді. 7 жарғыда 7 мәселе қаралды. Бірінші — жер дауы, екінші — үй іші мен бала тәрбиелеу, үшінші — ұрлық қарлық барымта, төртінші — бір халық пен басқару арасындағы дау, бесінші — ұлтын жаудан қорғау, алтыншы — құн дауы, жетінші — жесір дауы. Тәуке хан қазақ-орыс қарым-қатынастарын қайта жаңғырту мақсатында орыс жеріне 1686-1693 жылдар аралығында 5 рет елшілік жібереді. Олардың кейбіреуі нәтижесіз оралды. Орыстармен байланыс орнатуда Тәуке хан сауда жолын дамыту арқылы қажет болған жағдайда әскери көмек алу жолын да көздеген. 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында бүкіл орталық Азия мемлекеттерінде саяси тұрақсыздық өршіген кезең болды. Тәуке хан Бұхара, Хиуа хандықтармен бейбіт қарым-қатынасты сақтауды көздеді. 1678 жылы Бұхара ханы Сұбқанқұлы қазақтарға елшілік жіберіп, екі жақ тұтқын алмасу мен сауда-саттықты жандандыру жөніндегі келісімге келеді. Қарақалпақтар мен қырғыздармен саяси одақ құрады. Тәуке хан ойраттарының үздіксіз шабуылын тоқтату мақсатында жоңғар хандығына бейбіт қарым-қатынас орнату үшін елшілер жіберіп тұрған. Бұл елшіліктерден нәтиже болған жоқ. Қазақ-жоңғар арасындағы соғыс 200 жылға созылды. 19 ғасырдағы орыс ғалымы Левшин Тәуке ханды көне Спартаның ақылгөйі Лукургпен теңеген. Лукург спартанский, ежелгі спартандық жан шығарушы. Біздің заманымызда 9 және 8 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Ежелгі жылдарда ол Спартаның қоғамдық және мемлекеттік құрылысын жасаушы тұлға ретінде айтылады. Енді оқушылар, тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма есеп шығару. Бұл жерде біздің хандарымыздың тақта отырған жылдары берілген. Сол жерде шыққан санымыз сол хандардың тақта қанша жыл отырғандығын білдіреді. Және бұл қай хандар екен? Іске сәт. Біздің тапсырмамыз ашық тест тапсырмасы. Бұл жерде көп нүктенің орнына керекті сөздерді жазамыз. Іске сәт. Оқушылар, біздің келесі тапсырмамыз
сандары сыр шертеді. Бұл жерде жылдары беріліп отыр. Сол жылдарда қандай оқиға болғандығын жазамыз. Іске сәт. Келесі біздің тапсырмамыз сәйкестендіру тесті. Бұл жерде қандар мен билер берілген. Іске сәт. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.